Сәлем достар. Әлемде күнде сіздерді таң қалдыратын дәрежеде өте көп автомобильдер жасап шығарылуда. Өндірушілер жылдан жылда жаңа модельдерді ұсынуға әрекет етуде. Бірақ өкінішке орай, олардың барлығы да сатыла бермейді. Өте көп машиналар иесіз, бейшара ахуалда тұрады. Бүгінгі бейнемізде сатылмай қалған сол жаңа автокөліктерді не істейтіндігі туралы айтатын боламыз. Барлық автокөлік өндірушілер машиналарды конвейерде және өте көп көлемде жасап шығарады. Содан соң оларды дилерлерге жеткізіп беріледі. Бір жылдай өтіп, дилерлерде сатылмай қалған машиналар қалып қояды. Енді олар қай жаққа барады? Ол жағы мәлім, бағасы төмендетіледі және қайтадан нарыққа. Өткен жылғы, бірақ жап жаңа машина 20-30%-ға шегеріммен сатылады. Жаңа модельдер келгенде, олар ескісін қай жерге қоюды білмейді. Оның үстіне, оларды сатудан қалатын пайдасы да шамалы ғана. Және сатушы дилерлердің қоймаларда толып кеткен. Кейбіреулерінде 100-1000-ға шейін машиналар толып тұр. Жеке тапсырыс берілген және люкс модельдер бұлардың қатарына кірмейді. Оларда өте көп, алайда мұндай көлемде шығарылмайды. Бұл қатардағы машиналарға Ford, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi секілді сұраныс жоқ. Сондай болса да, барлығы алдын ала жоспарланған. Өткен жылы қай марка қай мемлекетте көп сатылды, немесе сатылмай қалды. Мысалға Kia Sport, Россияда жылы пирожки секілді тез сатылып кетті. Ал Қытайда болса мүлдем сатылған жоқ. Себебі оларға оның сырт келбеті мен түрі ұнамады. Кейбір жерлерде инфляция белгілері байқалады және сату тоқтап қалады. Жоғарыда айтып өтілген барлық себептер бойынша 100 миллиардтаған жап жаңа жүрілмеген көліктер металлоломы жиналып қалады. Оларды жай ғана сыйлай салады ма? Әрине жоқ. Бұл жерде басқа нұсқа пайда болады. Егер бағасын түсірсе, халық оны жаңа бағада да алмайды. Сыйлай салу вариант емес. Тіпті балалар үйі немесе мұқтаж жандарға да. Себебі одан кейін барлығы бейшара кейіпке еніп, сыйлық күтуге өтеді. Бір ғана жолы бар. Оларды бір жерге жинап қойып, ұмытып жіберу. Осылайша барлық көлік өндіруші мемлекеттерде машиналар қабірстаны бар. Олар өте көп. Мұндай орындар машина үшін көп жылдар ақша жинаса да, оны сатып ала алмағандардың көздеріне жас келтіретіндігі анық. Олардың барлығы да жаңа емес. Жақында ғана ақш және дизельгейт ортасында наразылықтар туындап, бір жылдан 3 жылға дейін жүрілген 100 мыңдаған Volkswagenдердің барлығы бір жерге жиналып топтап қойылды. Бұл өте сұмдық көрініс емес пе? 2006 жылдан кейін Ресейде де дәл осындай орындар пайда бола бастады. Олардың бірі Питердің маңында орналасқан. 300 мыңға жуық жап жаңа Volkswagenдер Америкадағы осы орындарда тұр. Мұндай жерлерде әлемде мыңдаған. Оларды не істейді? Қайта өңдейді, металлоломға жіберіледі. Процесс ұзақ және өте аянышты. Өйткені алдымен дөңгелектері, бензобактері, орындықтары шешіп алынады. Сосын машина бөлшектеніп, пешке қайта құюға жөнелтіріледі. Егер сіз жаңа машинаға ақша жинап, оны сатып ала алмаған болсаңыз, біліңіз, сіздің машинаңыз сол жерде қайта өңделуді күтіп жатыр.